Сүт бездерінің аурулары. Әйелдердің, кейде ер адамдардың да сүт бездерінде пайда болатын түрлі қабыну, ісік немесе гормондық бұзылыстармен байланысты аурулар. Олар қатерсіз де қатерлі де болуы мүмкін. Негізгі ауру түрлері: мастит, сүт безінің қабынуы, көбінесе бала емізу кезінде; фиброаденома, қатерсіз ісік; мастопатия, сүт безінің тініндегі өзгерістер, түйін тығыздалу; киста, сұйықтыққа толы қалташа; сүт безі обыры, рак, қатерлі ісік. Себептері: гормоналдық теңгерімсіздік, етеккір, жүктілік, менопауза кезіндегі өзгерістер; тұқым қуалаушылық, отбасында сүт безі ісігі болса; стресс, жүйке жүйесінің әлсіреуі; бала емізбеу немесе ұзақ уақыт емізбеу; травма, соққы, қысым; алкоголь, темекі, артық салмақ; кеш босану немесе мүлде босанбау. Алдын алу жолдары: жыл сайын маммологқа қаралу, УЗИ, маммография жасау; өзін-өзі тексеру, ай сайын сүт безін қолмен тексеріп отыру; гормондарды бақылауда ұстау; салауатты өмір салты; тамақ, ұйқы, қозғалыс. Стрессті азайту, иммунитетті күшейту; бала емізуді дұрыс ұйымдастыру; жаман әдеттерден бас тарту. Маңызды: сүт безіндегі ауырсыну, түйін, сұйықтық шығу, пішіннің өзгеруі байқалса, тез арада дәрігерге көріну қажет. Ерте анықтау саулық кепілі. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.